Әр адам қоршаған ортаның экологиялық жағдайын таза сақтау үшін өз үлесін қоса алады. Ол үшін керексіз заттарды дұрыс қолдана білуіміз керек. Қазіргі заманның экологиялық проблемаларын шешу және алдын алу жолдары туралы білімді қалыптастырып, қалдық материалдардан қыз балаларға арнап тігілген әдемі сән үлгісін ұсынамыз. Өмірде қолданбайтын тұрмыстық қалдық заттардан әр түрлі шығармашылық туындылар жасау арқылы балаларды шеберлікке тәрбиелеу көзделіп, қалдық заттарға екінші өмір сыйлай аласыз. Бүгінгі сәнді көйлегімізге тұрмыстық қалдық заттардан пакет, пластик стакан, қасық және әр түрлі қағаздан жасалған. Бүгінгі сәнді көйлегіміздің атауын Эко Павлин және Эко Ханшайым деп атадық. Әтістеріне мен ерекше эко сән үлгісін ұсынамын. Менің көйлегім қалдық заттардан жасалған. Жоғары бөлігі пластик қасықтардан жасалған. Ал етегі пластик стакандар мен пакеттерді жасалған. Ал қолымдағы сөмке ол да ерекше қалдық заттардан жасалған. Сіздерме? Мен бүгін сіздерге ерекше сән үлгісін ұсынамын. Менің көйлегім қалдық заттардан түрлі түсті пакеттерден жасалған. Ал басымдағы әшекей алвин ұсының керемет қанатына ұқсайды. Қолымдағы сәні сөмке ол пластик бутылкеден жасалған. Табиғатты қорғайық.